Бүгін 11 январь үйдегі қоран жылқылар келгенге дайындап баттатқызып жатырмыз. Аттың үстінен келеді қар кәдімгідей. Ужас қар. Ой, молодец. Давай. Ой, қандай қар страшный. Бар батта. Күншкен бос тұрасына істейді. Кішкене күтей бүгін бір сағатта жұмыс істей. Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 13 қаңтар күні тракторге қол тиіп, тракторды қыздырып жолды ашып жатыр. Міне алдыда көріп тұрған стена, жол жоқ. Мынаның бәрі қар. Әйтеуір неше күн жүріп үйдегі қоралардың бәрін тазалап бітірдік. Денсаулықтың арқасында жеңіп шықтық, не болса да. Енді жолды ашып аманшылық болса, даладағы жылқыға міне бір жұма болды, ешкім жете алмай жатыр, бара алмай жатыр. Сол жылқыға бір жетіп аса деп отыр. Енді ол жылқыны бір Құдайға тапсырдық біз. Аман ба жоқ па ешкім білмейді. Ала бұйыртса ертең таңертең ауырын азаматтары шығып, жол басып жылқыға барғалы жатыр. Енді қалай жол басып келеді енді. Білмеймін, баса ала ма, атпен баса алмай ма. Жолдың ортасын тесе алмай жатыр, трактормен. Ана жаққа енді Құдай біледі, қалай жетеді. Таңертең кетсе кешке түн бұрағында бірақ келетін шығар. Сол енді аман ұстап алайық бәріміз. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Қабан өңірінде 5 күн қар жауып, жол жабық. Халықтың 800 башта жылқысы далада 25-30 шақырымда атпен барып әкелелмей жатыр. Себебі жетелмей жатыр. Сол жаққа арнайы спецтехника керек. Төтенше жағдай мынау. Бар ғой ағайын. Өкімет тарапынан дереу шаралар қолданбасаңыздар, мынау халыққа деген ауыр тиейін деп тұр. Қаншама жыл өсірген жылқылары көріп отырған күндері сол жылқылардың арқасында. Соларға бір комиссия құрасыздар ма? Дереу шара қолдану керек. Соны сұраймыз сіздерге. Марқакөл әкімдігі мен облыс әкімдігі өкіметпенді бірлесіп бәрлеріңізге штаб құрыңыздар. Үлкен шаруа. Қазіргі таңның өзінде жол ашық емес әлі. Алдында көрдіңіздер әскери техникамен бір баланың соқыр шек боқап әскердің техникасы айту Аллаға шүкір бар, сонымен алып кеткен. Қазіргі таңда тағы бір кісі ауырып жатыр, оған ана Өскемен спецтехника кетті. Сондай қиын заманда халыққа өкімет болусы керек. Ағайын, сау болыңыздар. Мына Шығыс Қазақстан облысының орталығында Өскеменде отырып, бізде үйде жарық жоқ. Міне, жарық өшіп. 21 ғасыр жаңа Қазақстан.